Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге тағам дайындау технологиясы пәнінің оқытушысы Медетбаева Жайна Нұрланқызы. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз көкөністердің тамақтанудағы маңызы, технологиялық қасиеттері бойынша көкөністердің аспаздық қолданылуы. Сабақтың мақсаттары: білімділік, білім алушыларды көкөніс түрлері және ассортименті бойынша білімін қалыптастыру; дамытушылық, білім алушылардың нормативті техникалық құжаттарымен жұмыс істеу, кескіннің күрделі түрлерін пайдалану дағдыларын дамыту; тәрбиелік, өз мамандығына деген сүйіспеншілікті арттыру. Көкөніс тамаққа қолданылатын бақша жемістері мен көктер. Оларға қияр, сәбіз, қызанақ, қызылша және де тағы да басқалар жатады. Көкөністер бағалы тағам. Олардың тағамдық мәні бойындағы тез сіңгіш заттардың, ішінара көмірсутектердің болуына байланысты көкөністерде ас қорытуға пайдалы әсерін тигізетін адам организміне қажетті витаминдер мен минералды тұздар, сондай-ақ ақуыздар, әртүрлі органикалық қышқылдар, эфир майы мол. Мысалы, картоп крахмалға, ал асханалық қызылша қантқа, капустада С витамині, ал сәбізде организмде Д витамині құрылатын каротин көп. Рауғашта органикалық қышқылдар басым. Барлық көкөністер мынандай топқа бөлінеді: тамыр жемістілер, жапырақтылар, жемістілер және баданалылар. Тамыр жемістілерге тарна, асханалық қызылша, сәбіз, ақжелек түйнегі, ботташық, шалқан, тұрып, шомыр, балдыркөк түйнегі жатады. Жапырақтыларға қырыққабат, салаттар, саумалкөк, аскөк, жапырақты және сағақты балдыркөк, жапырақты ақжелек, рауғаш, қымыздық жатады. Жемістілерге томаттар, баялдылар, тәтті бұрыш, ащы бұрыш, қияр, қарбыз, қауын, асқабақ, кәді, самсарлар, гүлді капуста, бұршақ, лобия, атпас бұршақ, қант шүйгерісі жатады. Баданаларға тамаққа басы мен жапырағы пайдаланылады. Шалқан пияз, сарымсақ, порей, батун пияздары, шнит пиязы жатады. Көкөністерді технологиялық өңдеу келесі технологиялық процестерден тұрады: қабылдау, қысқа мерзімде сақтау, сорттау, жуу, тазалау, тағы жуу, кесу. Қабылдау кезінде партияның массасын және көкөністердің стандарттарға сәйкестігін тексереді. Ол үшін көкөністерді өлшейді және алынған нәтижені алып келген құжаттағы көрсеткіштермен салыстырады. Тағам дайындау технологиясы кітабында көкөністердің брутто және нетто салмақтары жылдың мезгіліне байланысты әртүрлі болады. Мысалы, қыркүйекте көкөністердің брутто салмағы көп болса, ал қыста, яғни ақпан айларында көкөністердің брутто салмағы азаяды. Ол жылдың ауа райына байланысты болады. Көкөністерді жедел сақтау үшін арнайы көкөніс қоймалар қолданылады. Бұл қоймаларды стеллаждармен, подтоварниктармен жабдықтайды. Көкөністерді аспаздық қолдануын анықтайтын өлшемі, пісу дәрежесі, пішіні және басқа белгілері бойынша сұрыптайды. Сұрыптау кезінде шіріген, ұрылған және өсіп кеткен жерлерін алып тастайды. Өңдеу технологиясы жуу және тазалаудан тұрады. Жуу мақсаты топырағынан және басқа ластанудан тазалау, микроорганизмдердің көбеюін азайту. Көкөністерді тазалауда көкөніс тазалағыш машиналарда немесе қолмен төмендеген тағамдық құндылық бөліктерін алып тастайды, яғни қабығын, тамырлы аяқтары, дөрекі дәндерін және тағы басқа. Тазартылған көкөністерді шайқайды және кеседі. Кесудің мақсаты: көкөністерге қажетті форма және өлшем беру. Бұл тағамның сыртқы түрін жақсарту үшін жүргізіледі. Қарапайым пішіндер үшін көкөніс кескіштерді қолданады, ал күрделі пішіндерді қолмен кеседі, кейде арнайы құралдар қолданады. Картоптың кесілуі және аспаздық қолданылуы. Кесу пішіні: текшелеп, яғни көбіктеп. Өлшемі 2-2,5, 1-1,5 және 0,3-0,5 см болады. Аспаздық қолданылуы: қайнату, бұқтыру. Үлесеп, яғни ол брусочка түрінде. Өлшемі 4-5 см. Аспаздық қолданылуы: көжелер, жіберу, майда қуыру үшін. Келесі таяқшалап, яғни соломка. Өлшемі 4 және 5 см. Аспаздық қолданылуы: майда қуыру үшін.
Келесі кесектеп, яғни ол долька түрінде. Өлшемі 4 және 5 см көжелерге сүтте жіберу үшін. Тілімдеп немесе дөңгелектеп. Өлшемі қалыңдығы 0,3 см жуық. Аспаздық қолданылуы маймен қуыру үшін. Тілімдеп. Қалыңдығы 0,15 см жуық. Аспаздық қолданылуы майда қуыру үшін. Тазаланған тамыр жемістілерді кесу түрлері және аспаздық қолданылуы. Кесу пішіні. Текшелеп, яғни кубиктеп. Өлшемі 1 және 2 см. Аспаздық қолданылуы бұқтыру үшін және гарнирлер үшін. Ұсақтап. Өлшемі 0,15-0,16 см. Аспаздық қолданылуы соустар және жармалар мен көжелер үшін. Келесі кесектеп және таяқшалап. Өлшемдері 0,15-0,16 см. Кесектеп кесу пішінінде аспаздық қолданылуы көжелерге және жіберіп алу үшін. Таяқшалап аспаздық қолданылуы соустар және көжелер үшін. Жай және фигуралы үлестеп. Өлшемі 0,15-0,16 см. Аспаздық қолданылуы шилер және соустар үшін. Пияздылардың кесілуі және аспаздық қолданылуы. Кесу пішіні жартылай сақина. Аспаздық қолданылуы тұздықты көжелер үшін, яғни оларға флотша борштан және жармамен көжелерден өзгесіне, яғни олар солянка, бефстроганов және пияз соусы үшін. Келесі текшелер. Оларға тәуліктік ши, жармамен көже, фарш, корнишондар мен пияз соусы үшін. Сақиналап таяқша. Аспаздық қолданылуы гарнир үшін шикі түрінде, фритюрде қуыру үшін, тұздық көже үшін, солянка, бефстроганов, пияз соусы үшін қолданылады. Үй тапсырмасы. Бесімбаева және Бесімбаевтың аспаздық атты кітабының 9 тақырыбындағы 27-30 беттер аралығын оқу. Білім сайтында жүктелген бақылау сұрақтарына жауап беру.